Сәлем достар, біздің бүгінгі видеода Enslayer бағдарламасын компьютерімізге жүктеп, установка жасап үйренетін боламыз. Алдымен осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетеміз. Бір сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийдан сұраймыз. Алдымен осындай браузерге Enslayer деп жазып аламыз. N десеңіз өзі шыға береді. Enslayer бағдарламасы сіздің компьютеріңізге міндетті түрде қажет. ЕГОВ, салық KZ немесе сол сияқты мемлекеттік сайттарға кірген кезде міндетті түрде сізден Enslayer бағдарламасын сұрайды. Осылай бірінші тұрған батырманы басып, Enslayer бағдарламасының өзінің официальный сайтына кіреміз. Мына көк ссылкалардың біреуін басып жүктейміз. Басқаннан кейін сразу осылай загрузка жүреді. Сәл күтеміз. Неге жүктеліп болды, запустить дегенді басамыз. Осылай автомат шығады сразу. Далее деген батырманы басамыз. Тағы да жүктеледі мына жерде. Тағы да күте тұрамыз шамалы. Жүктелгеннен кейін Enslayer автоматым өзі қосылады компьютерде. Неге уже бізде қосылды, бірақ мен сіздерге қосып тағы көрсетіп жіберемін. Мына жерде қосқан кезде шыққанда 2 рет бассаңыз автомат қосылады, иә. Ал тағы да екінші түрі бар, қасына барып открыть деген жерді бассаңыз болады. Тышқанның оң жағын басып открыть деп жіберсеңіз қосылады. Мынадай болып астына запущен деп шығады. Және мына дауыс шығаратын Wi-Fi батарейка көрсетіп тұратын жер бар ғой. Сол жерде кішкентай болып Enslayer-ның белгісі тұрады. Ол қосылды деген сөз. Содан кейін сол жерге барып, тышқанның оң жағын басып, управление модулями дегенді басып ашасыз. Осындай терезе шығады. Бұл жерде бұл модульдар әртүрлі сайттарға арналған модульдар. Мысалы, салық KZ сайтына сізге міндетті түрде КНП деген модуль керек. Оны өзі салық KZ сайтына кірген кезде жазылып тұрады. Осындай модульді жазып алыңыз, сосын барып кіре аласыз деп. Біз бұл жерде мен сіздерге жазып көрсетем. Мінекей КНП деген модульді белгіледім. Установить модуль дедім. Және содан кейін мына программа өзі сөніп қайтып қосылады. Сіз соған разрешение берсеңіз болды. Қазір қайтадан қосылады және сіз дальше жұмыс жасай беруіңізге болады.